Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Бір жасағаннан шығатын, дәмді әрі жұмсақ трайфлдың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 5 жұмыртқамызды миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Көпіргенше дейін және де ағарғанша дейін. Ағарып көпіргеннен кейін үстіне қантты аздан қосып тағы да араластырамыз. Бізде сұйық көпіршік массасы шығады. Одан кейін күнбағыс майы мен разрыхлитель ванилин және де какаоны ситадан өткізіп, осылай қосатын боламыз. Бізде шоколадный трайфл пайда болады. Жақсылап миксермен араластырып болғаннан кейін ұнымызды екіге бөліп араластырамыз. Лопатканың көмегімен осылай астына үстіне араластыратын боламыз. Егер де тестіңіз сұйық болып бара жатса, жаңа граммдаған ұн жетпесе, тағы да ұн қоссаңыз болады, өйткені жұмыртқалар әртүрлі болады. Осылай қатты сұйық емес, қатты қою емес, бізде тесті пайда болды. Қамырымызды мен дөңгелек тапаға салдым. Кез келген тапаға салсаңыздар болады. Пешімізді арнайы қыздырып қоятын боламыз. 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Келесі кезекте бізде кремне творожный сыр мен қантты жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Қант пен творожный сыр бір-біріне сіңісуі керек. Одан кейін міндетті түрде салқын сливкиді қосатын боламыз. Осылайша араластырамыз. Біркелкі крем шыққанға дейін қоюланады. Соған дейін миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Менде осындай густой крем шықты, қатты сұйық, қатты қою емес. Одан кейін пісіп тұрған қоржығымызды алып, оны қолдың көмегімен немесе блендердің көмегімен үгітсеңіздер де болады. Маған қолдың көмегімен үгіткен ыңғайлы болды. Одан кейін бізде насадка, кез келген насадканы пайдалансаңыздар болады. Осылай кондитерский мешоктың ішіне кремімізді салып аламыз. Және трайфлға арналған арнайы ыдыстарымыздың ішіне бірінші қоржықтарымызды орналастырамыз. Кез келген ыдыс жарай береді. Қоржықтарымызды орналастырғаннан кейін оның үстіне міндетті түрде крем құятын боламыз. Осы қоржықтардан менен 12-13 штук трайфл шықты. Стакандардың жек-жектеріне тигізіп міндетті түрде кремді орналастырамыз. Осылайша стаканымыз толам дегенше дейін крем-корж етіп сала береміз. Арасында осы стаканымызды ұрып қоямыз. Крем-корж толғанша дейін жасай береміз. Кендерден сатып алмай-ақ, заттарын өзіңіз алып, үйден жасасаңыз, өте дәмді және де қонақтарыңызды таң қалдыратын трайфлдар шығады. Ең соңында кремді жағып, осылай бетін әдемілеп тегістеп алатын боламыз. Өйткені мен үстіне шоколад құямын. Менде бұл жерде водяное ваннада ерітілген сливки мен озеро шоколады. Осылай бетіне жақсылап жағып шығамыз. Трайфлдарда мен клубникамен сәндедім. Кез келген затпен сәндесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.